Қалай достойно жүру деген сенің ойыңша? Тағы қалай? Тағы қыздарды ренжітпеу. Қыздарды ренжітпеу, сосын тағы қалай? Өз қарындастарын ренжітпеу. Қарындастарды ренжітпеу, сосын? Сабақты күшті. Сабақ достойно оқу, иә? 5-пен оқу, ата-ананы ұялтпау, иә? Сен фамилияң қалай? Сәкен. Сәкен кім саған? Атам. Атам, иә? Атың қалай? Қайсар. Қайсар деген қандай мағына? Мықты. Мықты, иә? Қайсарлы, жігерлі, иә? Себеп сен фамилияң қалай? Сәкен. Сәкен, аты кім? Сәкен Қайсар. Иә, тыныш. Сәкен Қайсар шақыршы маған дейді, дұрыс па? Кімнің аты бірінші аталып тұр? Атам. Атаның аты аталып тұр, көрдің ба? Сен не істесең де бірінші атаның аты аталады, түсіндің ба? Атаның аты жаман жерде жүрген жақсы ма саған? Жақсы ма? Жаман, көрдің ба? Ал сен бокстан, футболдан бірінші орын алдың, иә? Сені марапаттап жатыр, иә? Медаль беріп, иә? Грамотаңда қайт жазып тұрады дипломыңда. Сәкен Қайсар жаман. Бірінші орын алған үшін марапатталады дейді, дұрыс па? Көрдің ба? Бірінші атаның аты аталады сен. Бірінші атаның аты аталады. Аналардың бәріне сол, бірінші аталардың аты аталады. Сол үшін достойно жүру керек, түсіндің ба? Сенікі кешегің қате болды, түсіндің ба? Қате дегенді қайт үзейсің дәптерден. Жақсы қалам. Жақша қаласың, или сызып дұрыс па? Сен енді кешегі қатеңді сызып та өміріңде, жарай ма? Кішкентайларға тиіспе. Түсіндің ба деймін саған? Өтірік достар көп болады өмірде, өтірік достар, дос деп. Өсе келе бір, мысалы 20 досың болса, өсе келе бір 10 досың ғана қалады. Мен саған қаламай қойсын сен далаға шыққанда жігіт дұрыс көшеге шығу керек, көше таптау керек жігіт деген. Көше таптаған кезде ғана жігіт болып өсесің. Түсіндің ба? Сен заводың ішінде, үйдің ішінде отыра бергенде жігіт болып өспейсің сен. Көше тапта жүр, көр, аралас бәріне. 7-ші класста, 6-шы класста басталады темекі шегу, насыбай ату, сабақтан қашу. Топастар қыздарды ұрады класстағы, ренжітеді қыздарды. Сен ренжітер кезде всегда ойлауың керек. Менің де қарындасым бар. Аллах тағала көріп тұр. Егер мен мына қызды қазір ренжітсем, ертең басқа біреу келіп, менің қарындасымды ренжітеді деп. Түсіндің ба? Олардың үшеуінің ішінде саған айтатыны болады, саған айтпайтындар болады олардың ішінде, білесің ба? Сен білетін жағдай болады, сен білмей қалатын жағдай болады. Түсіндің ба? Сол үшін сен мен бүйтіп балақтағанмын. Сұраймын ғой, сол кезде қандай сөздер айтамын? Өзің туралы айтшы. Айтшы. Дауысың шығарып айтшы, қандай сөздер айтамын мен саған? Чемпион болсын, мықты жігіт болсын. Иә, кімнен сұраймын мен олай? Алла тағаладан. Алла тағаладан сұраймын, көрдің ба? Алла тағаладан сұрау керексің, сосын солай қарай қадам жасау керексің. Қадам жасау үшін мен саған күнде тренировка істетемін үйде, дұрыс па? Түсіндің ғой, иә? Болды, қумай енді қазір. Көршілерден, апайлардан әңгіме естіп жүрмеймін. Түсіндің ба? Енді қазір өзіңе дауыс көтерткізбе. Өзіңді ұрғызба. Мен саған ұрған үшін мен жүрегім ауырады, мен сен кішкентай кезіңде бүйтіп өсірдім мысалы. Саған көк қайсар өкті беремін деп. И өскен кезде мен сені ұрып жатсам, не сен грушасың бар еді? Грушасың ба? Сен маған өмірде ең жақын адамсың ғой мысалы үшін. Дұрыс па? Міне, енді қазір дастойно жүріп, түсіндің ба? Қара мына қыздарға қара. Екеуміз мойнымызда осы қыздар деген, түсіндің ба?